Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Нұргүл Молдабайқызы. Нұргүл Молдабайқызы, бүгін біздің сіздермен талқылайтын тақырыбымыз мынау қазақ тосмастер болғаннан кейін қазақ тілінің маңайындағы тақырыпты алдық және өте көп ойландым. Қандай тақырыпты алу керек және қандай тақырыпта қандай бізде тарихи өсиет болып қалып кеткен бейсаналы, саналы тұрғыда дүниелер бар деп. Сондықтан да біздің бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз мен кімді іздеймін және нені іздеймін. Солай ғой, да? Солай. Жақсы. Қазіргі кезде ең маңызды мәселелердің бірі ол көбіміз қазақ тілін жетік білмейміз. Барлығымыз қара көз қазақ болсақ та, қазақ тіліне келген кезде қиналамыз. Қазақ тілі өте бізге ауыр сияқты. Әйтпесе қазақ тіліне келген кезде біздің ішімізде өзіміз түсінбейтін түрлі сезімдер оянады. Сондықтан да кімді және нені жоғалттым деген сұрақ бұл бір өзіміздің болмысымызды, әйтпесе тарихымызды, тағы да басқа салаларға байланысты емес, біздің өзіміздің тілімізге тікелей қатысты болмақ. Осы соңғы жазып шыққан кітабымда зерттеулер жүргізу барысында, архивтік материалдарды жинау барысында бірнеше тарихи құжаттармен кездестім. Ол тарихи құжаттардың мазмұны неге саяды? Ол тарихи құжаттардың мазмұны осы 50-ші жылдары үлкен экономикалық, содан кейін түрлі қиындықтардың салдарынан мемлекет өте әлсіреген. Осы мемлекет өте әлсіреу барысында, мысал үшін, үштен екісі, мынау 50-ші жылдардың басында жесірлер тәрбиеледі дейді. Әрбір кеңес баласын жесір деген кім екенін білеміз. Яғни 50-ші жылдардағы әр бала әкесіз өсті дейді. Және ол әр бала ортақ кеңес мемлекетін құруға атсалысу керек болды. Неліктен? Себебі оны құратын әке жоқ. Міне осындай, көрдіңіз бе, біздің қазақ тіліне келген кезде үнімізде шықпай қалады. Яғни, осындай бір белгілі бір қиын шақта қазақ тіліне қарсы бағытталған сипатқа ие емес, қазақ тіліне, мен не істейін? Жалғастыра берейін ба? Бара қойын ба осы жерге? Осы қасында тұрып айта берейін ба? Яғни, түрлі, мынау, өзі нан жетіспей жатқанда, өзі тамақ жетіспей жатқанда, тағы да басқа көптеген дүниелер жетіспей жатқан кезде балаларға білім берудің ортақ жолын табу керек болады. Яғни бұл бір қазақ тілін жою саясаты болды деген бұл саяси ұран екен. Егер белгілі бір нормативтік, тағда басқа архивті құжаттарды қарайтын болсақ, 20-шы жылдан бері қарай барлығы қазір ашық.
мынау қазақ тілін жоюға бағытталған бір саяси дүние жоқ. Соғыстан кейін, ашаршылықтардан кейін, тағы басқа көптеген саяси, әлеуметтік оқиғалардан кейін балаларға білім берудің, оларға ортақ ілім таратудың жолын іздеу керек, табу керек болады. Міне осындай жағдайға байланысты бізде белгілі бір ортақ тіл орнаған. Ал енді осындай ортақ тіл орнаған кезде, міне яғни мынау 50-ші жылдардың басынан бастап біздің әжеміз, біздің атамыз, біздің бізге тілімізді өсиет етіп қалдыратын жауапты адамдардың барлығы өз тілінде емес, ортақ тілде сөйлеуге мәжбүр болады. Жалпы кез келген психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, кез келген қиындықтар біз үшін белгілі бір стресс жағдайы болып есептелінеді. Мысалы үшін мен ертең Америкаға көшіп баратын болсам, басқа мемлекетке көшіп баратын болсам, менің тілім соншалықты жеткілікті емес. Белгілі бір академиялық тұрғыда психологияда білуім мүмкін, басқа салада жеткілікті емес. Міне осындай стресс жағдайларда өмір сүруге мәжбүр болады. Бұның барлығы бір тілге қарсы бағытталған дүние емес. Соғыстан кейін, әйтпесе түрлі экономикалық, мысалы үшін жағдаяттардан кейін тілге байланысты мәселенің ұшығы осындай белгілі бір мәжбүрлікке әкелгені туралы бізде көптеген тарихи құжаттар бар. Міне сондықтан да осындай стресс жағдайларда болған біздің әрбір аталарымыз, әжелеріміз, тағы басқа адамдар өзінің көрген қиындығын көрмесін деп бізді сол өздерінің ортақ тілі орыс тіліне бейімдеген. Міне осы кезде егерде психологиялық белгілі бір заңдарға келетін болсақ, бізде түрлі травманың қалыптасу заңдылықтары бар. Ең бірінші травманың қалыптасу заңы ол санасы толық жетілмеген балаға түсіндірмей бір нәрсе жасауға міндеттеу. Ал енді қараңыз, мысалы үшін 50-ші жылдардан бастап 60-шы жылдары, яғни өзінің тілін үйде сөйлейтін тілі болуы мүмкін, өзінің ана тілі болуы мүмкін, бірақ оған сөйлемеуге мәжбүр етеді. Себебі тура мен анау 53-ші жылы, 54-ші жылы қабылданған шешімдерге байланысты мен қалай қиналдым, сол қиналғанымды көрмесе екен деген ата-ананың ниетіне байланысты. Яғни мен мысалы үшін қазір ағылшын тілі сондай бір ортақ тіл болғандықтан мен баламды ағылшын тілін үйретуге кейде түсіндірмей мәжбүрлеймін. Тура осы сияқты мәжбүрлеу процестері ата-ананың тарапынан жүргізілген. Егерде психологиялық белгілі бір заңдылықтарға келетін болсақ, бізде интернализация, ол енді қазақша аударылмайды, яғни белгілі бір сыртта болған дүние біз ішкі дүние ретінде өзіміз қабылдаймыз. Яғни бұл нені білдіреді? Егерде мені бір дүниеге мәжбүрлейтін болса, осы мәжбүрлеу әдістері саналы түрде, бейсаналы түрде менің мінез құлқымның бөлігіне айналады. Яғни мен қазақ тілінде егер 52-53 жылдары түрлі тарихи шешімдерге байланысты, егерде мені ата-анам
мәжбүрлі түрде тілімді өзгертуге, яғни мемлекет мәжбүрлі түрде тілімді өзгертуге мәжбүрлесе, онда осы мемлекеттің маған қатысты мәжбүрлі шешімдерін мен өзімдік етем. Осы процесті интернализация деп атаймыз. Яғни, осы мемлекеттің жасаған түрлі мәжбүрлі шараларын өзімнің мінез құлқымда, өзімнің тәрбиемде ары қарай жалғастырам. Міне сондықтан бұл о баста белгілі бір түрлі тарихи оқиғаларға байланысты пайда болған осындай феномен уақыт өте келе, яғни мәжбүрлік сипатта ғой, енді барлығымыз бір ортақ тілде сөйлеуіміз керек деген. Ары қарай мәжбүрлік сипатына мемлекеттің тарапынан емес, ата-аналардың өздерінің тарапынан жалғасқан. Яғни мемлекет о баста қазақ тілінде қазір бізде жағдай жоқ, экономикалық жағдай жоқ сіздерге мектеп ашуға. Бәріміз ортақ тілде, бәріміз бірге оқиық деп мәжбүрлесе, осы мәжбүрлі шешім мен көрген дүниені көрмесін деп ата-аналардың тарапынан әрбір баланы орыс мектебіне жүргізу, орыс мектебіне беру, орыс мектебіне ұсыну, бұның барлығы ата-аналардың тарапынан мінез құлықтың белгілі бір бөлігіне айналады. Қазіргі кезде бұл кез келген мәжбүрлі дүние, мысалы үшін мен балама мәжбүрлі түрде бір нәрсені жасатқызатын болсам, оған қатысты баламда жеккөрініш пайда болады. Ал егер де белгілі бір дүниеге байланысты, мысалы үшін күнде сіздерге мәжбүрлі түрде макарон жегізейік. Әйтпесе күнде сіздерге мәжбүрлі түрде асық ойнатайық. Әйтпесе күнде сіздерге мәжбүрлі түрде өзіңізге ұнамайтын нәрселер жасатайық. Яғни, қай жағдайға байланысты белгілі бір мәжбүрлік элементі, мәжбүрлік сипаты бар дүние жасалды, осы салаға қатысты менде жеккөрініш пайда болуы әбден мүмкін. Бұл да бір белгілі бір психологиялық заңдылық. Яғни, осыған байланысты, егер де мынау 53-ші жылы Ерланның атасы, әйтпесе Нұргүлдің атасы тарихи, әлеуметтік жағдайларға байланысты ортақ мектепте оқуға мәжбүрлі болды, міндетті болды. Ол қиналды. Менің қиналғанымды балам көрмесін деп баласын орыс мектебіне өткізді. Ары қарай осындай мәжбүрлік процесс орын алған сала біздің жаралы бөлігімізге айналады. Және біз оған қарағымыз келмейді. Яғни, қорытындылап айтатын болсақ, о баста қандай да бір геноцидтік, қиянаттық, қитұрқы оймен жасалған әрекеттердің өзі уақыт өте келе біздің өзіміздің ары қарай жалғастыратын зорлық, зомбылық әрекетімізге жалғасады. Осыған байланысты біз қазақ тіліне келетін болсақ, мен кімді және нені жоғалттым деген сұрақта, нені жоғалттық деген сұраққа байланысты мен айтар едім, біз қазақ тілін жоғалтқан жоқпыз. Қазақ тілін жоғалту мүмкін емес. Біз қазақ тіліне деген құқықты жоғалтқан ұрпақпыз. Егер менің атам 53-ші, 50-ші жылдары өзінің тілінде сайрау, өзінің тілінде толғану, өзінің тілінде өз ұрпағына өсиет жеткізу, өзінің тілінде өз дүние танымын ары қарай жалғастыру құқығынан айырылуы арқылы біз ары қарай осы интернализацияланған процесті біз ары қарай жалғастырып келе жатырмыз. Қазақ тіліне келген кезде
өте бай тіл, өте бай тіл, өте түсінікті тіл. Бұның барлығы мынау екінші бір сортты, әйтпесе көп адам сөйлеспейтін, әйтпесе мен үшін қиырдың қиыны, мен үшін кейде сұмпайы, осындай белгілі бір сезімдер туындатады бойымда. Бұл сезімдердің барлығы, егерде мынау атадан балаға берілетін жара деп аудару мүмкін емес, трансгенerational травма дегендер бар бізде. Яғни белгілі бір тарихи және мәдени жарақаттар. Осы 52-ші, 53-ші, 54-ші жылдардағы белгілі бір тарихи шешімдерге байланысты алынған жарақаттың нәтижесінде, менің атамның жарасының нәтижесінде, менің әжемнің жарасының нәтижесінде біз кім